Сәлем достар, бүгін ерекше, өте дәмді сосискіден дайын болатын тағам жасайтын боламыз. Сосискіні осылай дайындап алатын боламыз. Құрамдарына дрож, секер, тұз, жылы су, бір жұмыртқа керек болады. Алдын ала сосискімізді дайындап аламыз. Осылай бамбуковый палочкамен дайындап қоямыз. Бірінші құрамына ұнымызды саламыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Бір шай қасықтай секерімізді саламыз. Бір шай қасық дрожжымызды саламыз. Әбден бәрін араластырып аламыз. Оған бір жұмыртқамызды саламыз. Бір жарты стақандай жылы суымызды құямыз. Әбден араластырамыз бәрін. Осылай дайын болған қамырымызға сосискімізді дайындап аламыз. Сосын оны панировочный сухаригімізге осылай дайындап жабыстырып шығамыз да, айналдырып бәрін дайындап қоямыз. Сосын табамызға сұйық майымызды құйып, орташа отта пісіріп аламыз. Міне сосискіміз де дайын болып қалды. Маған қолдау білдіріп, лайк басып, подписация етіп кетіңіздер достар. Келесі видеомды бірінші көрулеріңіз үшін.